Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте дәмді сельдь шубой салатын әзірлейміз. Ол үшін бізге қайнатылған қылша, сәбіз, картоп, жұмыртқа, селедка балығы, мен үнемі осындай түрін аламын, дайын в масле, және майонез қажет. Алдымен салат дайындайтын тарелкамызды осы балықтың майымен майлап аламыз. Үккіштің кішкентай жерінен картопты өткіземіз. Аздап тұз сеуіп, бетіне бір қалып етіп майонезді жағып шығамыз. Міне осылай. Ал енді майдалап туралған селедканы екінші қабатына бір қалыпты етіп жаямыз. Үшінші қабатына қайтадан картоп, тұз және майонез кетеді. Келесі қабатына сәбіз, тура солай тұз сеуіп майонез жағамыз. Ал енді келесі қабатқа бізге жұмыртқа керек. Жұмыртқаны ағы мен сарысынан бөліп алып, үккіштен өткіземіз. Тұз себеміз, майонез себеміз. Ал енді келесі қабат ол қылша. Қылшаны үккіштен өткізгеннен кейін тұз себеміз, және де осы балықтың майын немесе оливковый майды себеміз. Бұл салаттың құрғақ болмауына және дәм беруі үшін қажет. Майонез жаққаннан кейін майонезді бір қалыпты етіп қасықпен жағамыз, тегістеп аламыз, және де жұмыртқаның сарысымен әсемдейміз. Міне салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Осы рецепттегі заттардан 2 тарелка салат шығады. Рахмет!